Сәлем достар, бұл Жусан Инвест. 7 қыркүйек күні BI Development облигациялар биржаға шығады. Жылдық мөлшерлемесі 8,5% және ақш долларында 6 айда бір рет купон төлейді. Жусан арқылы облигацияларға бүгіннен бастап өтінім беруге болады. Осыған байланысты бүгінгі сұрақ жауап айдарында облигациялар қалай жұмыс істейді және облигациялар туралы басқа да маңызды сұрақтарға жауап береміз. Облигация деген не? Облигация ақша қажет компания немесе мемлекет шығаратын борыштық бағалы қағаз. Облигация сатып алу арқылы сіз эмитентке биржа арқылы қарыз бересіз, ал эмитент өз кезегінде пайызымен қайтаруға міндеттеледі. Облигацияның өтеу мерзімі болады. Сол мерзім жеткенде инвестор салған бүкіл сомасы мен кірісті бірге алады. Бұл ақша табудың жақсы жолы. Яғни әдеттегі басқа қаржы құралдарымен салыстырғанда депозиттер немесе акциялар. Облигацияларда кірістілік жоғары болып келеді. Эмитент деген кім? Бұл облигация шығаратын, оны сататын ұйым. Сіз облигация сатып алған кезде сол ұйымға қарызға ақша беріп жатырсыз деп айтуға болады. Облигация шығарған ұйым уақыты келгенде сізге ақшаны пайызымен қайтарып береді. Бұл облигацияда Қазақстандағы жылжымайтын мүлік саласындағы көшбасшы компания BI Development эмитент болып тұр. Біз BI Group секілді сенімді және перспективасы жоғары компаниямен серіктес болғанымызды мақтан тұтамыз. Облигацияларды бастапқы нарықта сатып алу артықшылығы қандай? Бастапқы нарықта облигация сатып алудың бірнеше артықшылығы бар. Олар бағасы арзан болады. Облигацияны номиналды бағамен сатып алу мүмкіндігі бар. Ақпарат түсінікті әрі ашық болады. Эмитентпен тікелей байланыс. Қайталама нарықтағыдай бағалар құбылмайды. Сауда жазылу әдісімен өтеді және осы облигацияларды сатып алу барысында Жусан Инвест клиенттеріне артықшылық беріледі. Облигацияларды қалай сатып алады? Жеке тұлғалар Жусан мобильді қосымшасының инвестициялар бөлімі арқылы сатып алуға өтінім бере алады. Инвестициялар бөліміне өтіп, BI Development облигациялар бөлімін таңдап, сатып алғыңыз келетін қағаздың санын көрсетсеңіз жеткілікті. Маңызды ақпарат: доллармен саудаланатын облигациялар үшін брокерлік шоттағы валюта долларда болу керек. Брокерлік шотты келесі әдіспен толтыруға болады. Жусан мобильді қосымшасының банк шотындағы теңгені алдымен долларға айырбастап, содан кейін брокерлік шотты тікелей доллармен толтыру. Заңды тұлғалар облигацияларды біздің веб-платформамыз арқылы сатып ала алады. Брокер комиссиясы бола ма? Брокер комиссиясы мобильді қосымшада 0,1%, ал AX биржасының комиссиясы сатып алған көлемнің 0,1% құрайды. Купондық дивидендтерді қалай аламын және оның көлемі қандай болады? BI Development облигациялары бойынша купондық сыйақы әр 6 ай сайын төленеді. Купондық сыйақылар сіздің брокерлік шотыңызға аударылады. Алғашқы купондық сыйақы облигациялар биржаға орналастырылған соң 6 айдан кейін, ал екіншісі 12 ай нәтижесі бойынша төленеді. Екінші купондар төлемі облигация бойынша негізгі қарызбен бірге өтеледі. Облигациялар туралы біліміңіз артты деп үміттенеміз. Басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийге пікір ретінде қалдырыңыз. Біз қуана жауап береміз. Лайк басып, каналға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.